қараңыз, WhatsApp-тың статусына мен жіберген өнімдерді қалай қоямыз? Мысалға, сізде осындай бірнеше өнім барып тұр. Осы өнімді WhatsApp статусына қойып үйренеміз. Кейбір адам біледі, кейбір адам білмейді. Ол үшін былай жасаймыз. Мысалға, бұл өнімнің любойын басасыз да, міне үстінен басасыз. Сонда копировать деген осылай не шығады, мутный болып шығады да, соны бүйтіп істейсіз. Міне стрелка тұр ғой, стрелкаға барасыз да. Мына жерде мой статус дейді, мой статус басасыз, міне осылай істейсіз. Міне уже осы өнім, міне қараңыз, сіздің статусыңызда тұрады қазір. Міне уже менің статусымда тұрды. Мен дейтін бүгіндікке статус өте көп салдым. Мен бүгін қазір ғана салған статусымды көрсетіп жіберейін. Міне көрдіңіз ғой, қазір ғана. Көрдіңіз ғой, уже қазір ғана салған статусым көрініп тұр. Сондықтан әрбір өнімді осылай басып салуыңызға болады статусқа. Болмаса, бірден былай салуыңызға болады мысалға. Мына өнімдердің барлығын үстіне бірден осылай басып, полный басасыз, міне копировать етіледі барлығы. Мутный болып, соны стрелкамен басасыз да. Мой статус деп жібересіз, мой статус деп, не көрдіңіз, осылай жібересіз. Сонда манағы өнімдердің барлығы, не көрдіңіз ғой, түсіп жатыр статусқа, не көрдіңіз ғой. Барлық өнімдердің барлығы мына жерге, ойбай қысқа, қазір. Мына жерге шығып тұрады, жоғары жақтан статуста шығып тұрады, міне. Не өшеде шығып тұрады барлығы. Мой статус деген жерде шығып тұрады, көрдіңіз ғой. Осылай статус қойып үйренеміз. Үйренеміз емес, кәдімгідей қоясыз, заказбен жинап алуға тырысыңыз.